мынандай әңгімені көп естіп жатасыздар. Мен де көп естимін. Негізі сол дұрыс әңгіме емес екен. Мынандай жаман ауру деген сөз айтып жатады. Вот анау жаман аурумен ауырып қапты. Санада жаман ауру бар деген сияқты бар ғой, Бұндай сөздер негізі шариғатпен тоқтатылған екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, безгекті сөкпеңдер деген. Безгек ол Алланың рахымы деген. Өйткені сол ауру арқылы пайғамбарымыздың прям хадис бар осы безгек туралы. Темірден отты қалай шығарады дейді, жаман нәрселерін қалай шығарады, безгекте адам бойындағы күнәларды солай шығарады деген. Сондықтан кез келген ауру Алла тарапынан ол рахым, адамның күнәләрінің кешірілуіне себеп болады екен. Сондықтан ауруды жамандауға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман адам үшін аяғына тікен кірсе дейді, жай бір тікен кірсе дейді, сол үшін оның бойындағы күнәлар төгіледі деген. Сондықтан ауруды жаман деп айтуға болмайды екен. Жақсы емес жаңағыдай жаман ауру деп айту, ол мендегі ауру жаман деген сияқты. Сондықтан альхамдулилля, ол Алланың мейірімі, керісінше адам аурумен тазарады. Баракаллаху фикум. Естеріңізде болсын. Осындай